Бір күні Қызыр ата жолаушылап келе жатып, бақытты кездестіріпті. Әй бақыт, мен ел ішін аралаймын, пенденің тілегін Құдайға жеткіземін. Бірақ қай үйге кірсем де жұрттың бәрі бақыт кірсін, бақытты болайық, бақыт қайдасың деп іздеп жатады. Алла тағала адамға серік болсын, өміріне көрік болсын деп жаратып еді сені. Бірақ өмірде бақытты жандар да көп, бақытсыз бейбақтар да жетерлік. Сен әркімнің қолына түсе бермейтін бір ғайып құсы сияқтысың. Тұрағыңды айтшы жарқыным, кімдерге қонасың, кімдерге бұйырмай кетіп қаласың дейді. Бақыт: сұрағың орынды Қызыр баба деп әдеппен тағзым етеді. Мен ең алдымен ісінің берекесі жоқ, сөзінің келекесі көп адамға дарымаймын. Ата-анасын сыйламайтын, оларға қызмет қылып, жандарын қинамайтын надандармен де жұлдызым қарсы. Есірік ұл мен кесапат қыздан, ата-енесін күтпеген келіннен 60 қадам аулақ жүремін. Әсіресе тәңірге зікір айтпайтын, иманын дұшпаннан қорымайтын, көр жақсысын жеуден қорықпайтын жандармен Құдай жолымды түйістірмесін деп күніне сан мәрте дұға қыламын депті. Қызыр ата тағы да: ал қайда тұрақтайсың, кімнің шаңырағына шаттық бітіресің, кімнің басына бақ болып бітесің деп сұрайды. Бақыт іркілместен: менің ең жақсы көретінім ата-анасына құрақ ұшып қызмет ететін, бірлік пен ынтымақтастық істеп ұғатын жандар. Өзгені күндеуден, кісіні мінеуден аулақ момындарды іздеп жүремін. Алланың есімін жаттаған, адалдан басқа татпаған ақжүрек жандармен жылдам жолсамын. Сахар тұрып сәресі ішіп, ораза ұстайтын тақуамен тез тіл табысамын. Береке мен бейбітшілікті ту еткен кісілермен тіл қатыспай баяғы ауысамын деген екен. Қызыр ата шаттанып: ендеше сен қонған жанға мен де даримын дейді. Бақ қонып Қызыр дарыған деген сөз осыдан қалған екен деседі.